философ, ағартушы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Ақмола облыстық сотының төрағасы Әміров Досжан Сарманқұлұлының бастауымен Абайдың даналы сөздерін оқу бойынша эстафетасын жалғастыра отырып, біз Ақмола облыстық кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандырылған аудандық соты келесі өлең шумағын оқығымыз келеді. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дүрілдеп, ауылдың іші терең сай, тасыған өзен күрілдеп. Қалың ағаш жапырағы сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Тау жаңғырып, ән қосып, үрген итпен айтаққа, келмеп бетін жол тасып, жолуға, аулаққа, таймандамай тамылжып, бір суынып, бір ісіп, дем ала алмай дамылқып, елен қағып, бос шошып, сөз айталмай бөгеліп, дүрсіл қағып жүрегі, тұрмап беді сүйеніп, тамаққа кіріп егі. Біз енді осы эстафетаны әрі қарай өз әріптестерімізге жолдаймыз.